Hey, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге тағы да мен Фатина. Бүгінгі видеода біз кешегі ютуберлерге арналған ютуб хос видеомызды жалғастыратын боламыз. Видеоны ана тілге ұмытпаңыздар достар. Ал біз бүгін өзіміз бөліп жасап қойған бөлмелерді уже мебельдерді қойып бастайтын боламыз. Сондықтан кеттік достар. Бұл жерде бізде холодильник болады. Біз холодильникті бояға осындай серый цветін қоятын боламыз. Және бізге кран мен стол керек болады. Және бізге креслоларды қойып шығатын боламыз. Және кеттік болса, бізге тағы да шкафчиктер керек болады. Сондықтан шкафтарды алып алатын боламыз. Біз осындай цвет шкафты алып қойып шығатын боламыз. Және осы жерге біз холодильнигімізді қоямыз. Бұл жерде бізде орындықтар болатын болады. Осылай. Және мына жаққа біз өзіміздің угловыйын қоямыз. Немесе осы жерге алып осылай қылсақ болады достар. Біз угловыймен холодильникті кішкене жылжытатын болдық. Сондықтан міне осылай алайық достар. Біз жоғарғы жаққа қоятын шкафтар бар болса, сондай шкафтарды орнатып шығатын боламыз. Бізге айтпақшы қоқыс жәшігі керек, себебі бізге мусорка керек болады. Сондықтан мусор ішінде ұстап отыратын боламыз. Бізде кран осылай жұмыс жасайды, бүйтіп бассақ қосылады, және қайта басқанда өшіру керек. Осылай бетін жуып аламыз. Ол өзі тоқтайды. Міне тоқтады достар. Мына жақта біз ойнап отырсақ, ана жақта бізге қарама-қарсы беттеп отырады дегендей. Немесе бұл тұрған біртүрлі болып қалған секілді достар. Сондықтан біз қазір орындықтарды алып қайтадан тұрсап шығатын боламыз. Осылай қоямын деп шештім. Және осы бөлмеге кішкентай осындай вентилятор қоятын боламыз осылай. Немесе мына шеткені орнататын секілдіміз. Бірақ бізге мына жаққа орнатқан дұрыс секілді. Міне осылай. Және осы шетке тағы бір орната саламыз достар.
екеу қойған біртүрлі екен, сондықтан біреуін ғана қоятын боламыз. Бұл сөйтіп бізде зал болатын болады. Бұл жақта біз қазір өзімізге диван болу керек еді бізде. Сол дивандарды орнатып шығатын боламыз. Достар, біздің дивандарымыз тұр. Біз бұл жаққа қызыл түсті қоятын боламыз. Және бізге қазір өзіміздің телевизорымызды табуымыз керек. Біздің телевизорларымыз тұр. Бұл жаққа біз қара түсті телевизор қоятын боламыз. Және қызыл столик керек бізге. Осылай қойсақ, қазір біз өзіміз жаңағы тумбочкаларымызды алып, солай қойып шығатын боламыз. Осылай қоямыз. Телевизорымыз тұр. Қатты сөйтіп кереміз, сондықтан осылай қойсақ болады. Жоқ, орындықтарымыз тым алыс болып қалды, сондықтан кішкене жақындататын боламыз. Ал столды алысырақ қоямыз кішкене. Достар, осылай бізге әдемі болып шығып тұр. Енді біз бізде өздерінің үстінде туалет болатын болады. Біз бұл жаққа кәдімгі элементарный умывальникпен унитазымызды қоямыз. Және бір айна қоя салайық, достар. Осыны бір айна қоямыз. Аяқта біз осыны ұйымдастыратын боламыз. Және умывальник. Бұнда бізге тағы не қоюға болады, достар? Бізде бояқты мусорный ящик жоқ, сондықтан сол ойына қоятын боламыз. Бәрі жасап тұр. Ол бізде айнамыз. Осында бір кішкене көк түспен де бір гүл қоятын боламыз. Және өзіміздің вентиляторымызды қоямыз.
Biz баягы 3 немесе 4 үй беріп отыратын боламыз. Және бұл шетте біз өзіміз школьный өмір сүретін болғандықтан осылайдан қойып шығатын боламыз. Баяғыда бізде оқушы өмір деген видео түсіретін шығармыз деп айтамын. Сол кезде өзіміздің әрқайсымыздың сабақ оқитын шетіміз болады. Сондықтан әркімнің өз орны болған жақсы. Үй ішінде енді өзіміз сабақ оқимыз. Сол кезде керек болады бізге бұл. Оқушы өмір туралы видео түсіргенімізді қаласаңыздар, ол туралы да комментарий жазып кетіңіздер, достар. Біз баяғыда сол 3 немесе 4 ютубер тұруымыз мүмкін, сондықтан біз дәл жаңа таңдаған түстер бойынша өзіміздің компьютерлеріміз, сондай заттарымыз қойып шығатын боламыз. Бұл бізде телефон, оны біз осы шетке қойып. Столдың үстіне алған дұрыс екен. Осылай тұрады. Біз 4 ютубер тұратын секілдіміз, сондықтан бәрі кішкене өзгертетін боламыз. Бұл дыбысқа мән бермей қойыңыздар, бұл Майнкрафтта игроктың қобалжу кездеріндегі ретінде солайынан звуктар шығады. Бұл мән бермей қойыңыздар, достар. Бұл Майнкрафтердің өзінің звуктары, сондықтан оған аса қатты мән берудің қажеті жоқ. Осылай сосын ішінде тағы да бір қоятын боламыз. Ортақ стол. Бізде осылай болатын болады. Бізде значит кішкене дұрыс болмаған. Жителіне кіруға біздің үйге тарық. Бізде әр студент үстінде өзімізге арнайы оқушы өмір туралы түсіргенде принтерлер керек болады, сондықтан біз оны осылай қойып шығатын боламыз.
үйім осылай шықты. Шөңгір түсіретін кезде осылай болатын болса, стены аяқтап көкпен рендер түседі осылай. Екі жасыл қызыл екеуі осылай тұрған дұрыс болатын секілді. Және осы шетке принтерді қояйын.
Dostlar, bu şekilde yıkmış kavatta tuvalet болатын болады. Және біз осылай өзімізге айнамызға нәшке кіріп жазда бір қоқыс шашу керек болады бізге. Dostlar, мен өз қолымда осы балконды істеймін деп шештім. Сондықтан өзіме осы ютубқа салып отқанда балкон салған болатынмын. Осы жерге қазір мен өзіме установка жасайтын боламын. Мен скинім бойынша өзіме қызыл 2 кровать қоямын нәшікке. Және өзім компьютердің столын таңдап шығатын боламын. Достар, бұл менің өзімнің YouTube документтерім ретінде болады. Және біз өзімізге қазір гардеробный шкафты жасайтын боламыз. Достар, егер сіздерге видео ұнаса, менің каналыма лайк басып подписаться етуді ұмытпайық. Және жаңадан қосылып отқан подписчиктеріме алғысын білдіремін, бірақ менің бір байқағаным, менің көптеген адамдар уже каналыма подписаться етіп кетіпті. Сондықтан мен тек сіздер үшін ғана видео түсіріп отырмын. Негізі бүгін менде онша настроением болған жоқ, себебі менің каналымнан 10 шақты адамдай тіркелгеннен кейін қайтадан подписаться етіп кетіпті. Сондықтан менде бүгін онша көңіл күй жоқ, сондықтан маған мән бермеңіздер.
біз өзіме осылай шкаф істейтін боламыз. Осылай киім салуға неге осындай шкаф болады бізге. Мен қазір өз бөлмемде осындай гардеробный бөліп тастайтын боламын. Осылай кішкене үлкейтіп жіберейік достар. Бізге онша қатты онда үлкен жер керек емес, сондықтан осы шетте болады. Біз кровать ана жаққа қоятын болып шештік. Достар, мен кішкене бір блокқа қысқартамын деп ойлаймын. Себебі мына жер тым кішкентай болып қалды. Ал гардеробымда біздің онша зат тұрмайтындықтан аяқ онша үлкен болмай қалған да бар. Бізде есік осы жерде болады. Жаңа 2 кровать. Осындай тумбочка болады бізге. Біз қазір өзімізге гардеробныйға есік қоятын боламыз. Біз бұл жаққа өзіміздікіндей қылып, немесе осындай есік қоя салайық. Осы есік болады. Біз қазір осы жерді өзгертеміз деп шештік, себебі мына есік біртүрлі болып қалды, енді нормально секілді. Енді біз өзіміздің гардеробныйымызды дұрыстап жіберейік кішкене. Қалған бөлмелерді өздері ютуберлер келгенде өздеріне ыңғайлы істеп алатын болады. Сондықтан қалған бөлмелер менде бос тұратын болады, достар. Егер сіздер мен оларға да өзімдікіндей осылай істеген қаласаңыздар, онда осы видеоға 100 000 просмотр жинапсақ, 100 000 просмотр болмаса да, ең болмаса 5 000 лайк жинасақ, мен ол ютуберлердің бөлмесін өзімдікі секілді істейтін боламын.
Жоқ достар, біз бояққа ондай шкафчик емес, өзіміздің документтерімізді біз осындай столикке қоятын боламыз. Осы жерде қаншама ютубқа қатысты документтер болады, типа видео туралы сондай болады. Ондай бізде уже өзіміздің гардеробный. Бізде телефондарымыз жатыр. Мына жерге өзіміз бір вентилятор устанавливаемыз. Мына жерде бізде өзіміздің жеке информация бойынша документтер тұратын болады. Ал бізге ең основной керек документ осы жерде тұр. Бізге әрі керекті документтер бірақ бөлек тұрады бұлар. Жоқ, бізде бояқта екі-ақ документ тұрсын, себебі тым көп болып кетті. Осылай тұрсын компьютерлер. Достар, осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарий жазып кетейік. Және каналына тіркеген адамдар менің каналымнан қайта подписаться етіп келулеріңізді сұраймын, себебі бояқта өте осындай қызықты видеолар шығатын болады. Ал сау болыңдар достар.